Сәлем достар, сіздермен бірге жастар бағдарламасы. Және де оның жүргізушісі мен Динара Нұрбабаева. Ал біз бастаймыз. Сәлем. Есімін? Аяулым. Аяулым, тамаша, танысқаныма қуаныштымын. Аяулым, өзің жайлы кішкене қысқаша мәлімет айтып жіберсең біздің көрермендерімізге. Менің атым Айдарқала Аяулым, 2008 жылғымын, жасым 13-те, Түлкібас ауданы Ақбек ауылынан келіп отырмын. Қазіргі оқып жатқан мектебім Тұтқабай Мамбеков мектеп. Менің атым Назым, жасым 10-да. Мен Шымкент қаласынанмын. Мен Дожибай Анелия Маратқызы. Мен Сайрам ауданы Тассай ауылында тұрамын. Менің атым Сағитулаева Анелия Талғатқызы. Менің жасым 14-те, жылым 2007 жылғымын. 8-ші сынып оқимын. Мектептің саны 26-ші мектеп. Мен атым Сесхан Амина. Мен жасым 11-де. Мен номер 4-ші мектепте оқимын. Өзім би үйірмесіне қатысам. 4 айдай болып қалып, би үйірмесіне қатысып жүргеніме. Мектепте жақсы оқимын. Менің есімім Байдулла Жансері, Шымкенттегі Советский ауылынан келдім. Жасым 11-де. Менің атым Тілеулес Нұрсали Бетенқызы. Мен Мейрам киностудиясына келдім. Арманым актриса болу. Менің атым Тілеулес Мадина, мен 7-ші сынып оқимын. Жасым 13-те. Тағы не айта аласың? Мен кішкентай кезімнен бері, киноларды көргеннен бері актриса болу арманым болды. Мен Тілеулес Хадиша Нұрсали Бетенқызы. 11 жастамын. Менің аты жөнім Ордабек Көркемай, жасым 10-да, 2010-мын. Аяру. Жасың қаншада? 10-да. Маржан. Жасың қаншада? 13-те. Арайлым. Жасың қаншада? 11-де. Арманың бар ма? Арманың қандай бар болса? Менің арманым актриса болу, яғни Қазақстанда мен дейтін актриса болу, әнші болу, жалпы алға қойған мақсаттарым өте көп. Мен танымал блогер болғым келеді. Менің арманым актриса болу, киноға түсу. Актриса болу, смар модель болу. Танымал, елге танымал бол. Сол себеп. Танымал болғым келді. Киноға түскен ұнайды. Арманым актриса болып, бектерден көрініп, танымал болу. Теледидарға түсу. Не себепті сен актриса болғың келеді? Неге актерлік шеберлікке қызығушылығың бар деген сияқты? Қайдан пайда болды? Қанша уақыт болды сенің соған қызығушылығың пайда болған жалпы? Қазіргі таңда көптеген кинолар түсіріліп жатыр. Менен де кішкентайлар ол киноларда яғни түсіріп жатыр. Неге мен түсірмеске деген менде ой болды. Содан кейін қатысып көруге менде де үміт болды. Өйткені маған киноға түскен ұнайды. Өйткені мен танымал болғым келеді. Өзімді ашқым келеді, дамығым келеді, актриса болу үшін. Көп қыздарға қараймын да, мәнерлеп оқиды кітапты. Мен де солай оқығым келеді. Яғни сен өзіңнің дарындылығыңды оятқың келеді, өзіңді дамығың келеді, иә? Өйткені актриса болған өте керемет. Телевизорден, ютубтан көрінесің, танымал боласың. Үлкен биік шыңдарды еңсерсем деймін, сойға жетсем деймін. Танымал болғым келеді. Актриса болғым келеді. Мен үлкен сахналарда өнер көрсеткім келеді. Теледидардан өзімді көргім келеді. Танымал болу, жалпы айтқанда танымалдылыққа ие болғың келеді, өте тамаша. Сен үшін ең мықты кино?
Топ 3 аташ. Зомбикент, Дарбыз көке и Қалқан құлақ. Қара ниет деген кино бар да, сол мен үшін қызық. Олардың актрисаларға қарап мен қызығамын. Қара ниет. Иә, қара ниетке қызығамын да. Актрисалар күшті ойнайды ше, соларға қызығамын. Сосын қандай еді? Тағдырым жазылған күн деген кино бар, соған қызығамын. В общем, өңшен турецкий киноларға қызығасың. Жуманжи болды кинода көрген. Иә, күшті кино. Одан кейін қорқынышты кинолар ұнайды. Қойш? Иә, Қорқпайсың ба? қорқам? Қорқам. Бірақ ұнатам. Иә. Неге? Өйткені, Острое ощущение ұнай ма? иә. Адреналин, иә? Иә. Жүрегің тұрс. Күшті. Орман. Орман? Кім киносы? Мейрам киностудия. Обычный ат, да? Мен ойлағаным, Голливудтың киносы ма, Леонардо Ди Каприо ойнайтын ше, ондай емес, иә? Танымаймын ол. Өзіміздің Мейрам киностудиясы, иә? Иә, бар. Қоянбаевтың кинолары. Қоянбаевтың барлық кинолары, иә? Отандық киноларды қолдаймыз. Сүйікті кином түріктің кинолары. Түрік. Қайсы? Мысалға, Ана, Ашықтық дерді деген сияқты. Мейрам киностудиясы. Жоқ. Өйткені режиссерлардың бәрі нашар еді. Өзің түсіресің, үздік кино. Тамаша. Осы Қазақстандағы киноларды ма әлде өзіңнің түсірген? Кез келген өзің үшін үздік деп танитын кинолар қандай? Мен үшін Зың-зың гүлпаш және Келінжан телехикаясы. Не себепті олар? Өйткені олар актрис өзінің рөлін атқарып шығара алады. Зың-зың гүлпаш? Не себепті зың-зың гүлпаш? Просто маған ұнайды, күнде көремін. Сен өзің кинода қандай образ сомдағың келеді? Мысалы, арманың бар ғой, осындай киноға түссем екен, осындай образда, осындай кейіпкерді сомдаймын, осындай кейіпкерді көрсетемін деген сияқты. Қандай киноға түскің келеді? Көңілді. Көңілді образда? Комедийный жанрда ойнағың келеді? Жақсы образда ойнағым келеді. Жақсы? Иә. Ондай қарапайым, мейірімді қыздың рөлін ойнағың келе ма? Иә. Әлде стерва болғың келе ма? Бәрін қыратын. Қарапайым да болады, стильді қызда болады, екеуі де ғой. Мен негізі өз басым стильді қызды жақсы ойнаймын. Қарапайымды кішкене ғана болады ғой. Ана маленький ойнаймын да, ал жаман рөлді де оны күшті ойнаймын. Мысалы, Мейрам киностудиясы. Қайсы? Қандай образ сомдағың келеді, жалпы? Басты рөлде болғым келеді ғой. Енді басты рөлде әртүрлі образдар болады ғой? Білмеймін. Қандай образ ұнайды саған? Қандай образда сен ойнағың келеді? Көңілді. Көңілді? Андай, всегда күліп жүретін ба? Аңқау? Жоқ енді былай. Позитив ба? Иә. Всегда. Полиция. Полиция. Күшті анау. Арманына жете білетін бір қырсық қыздар болады ғой. Негізі андай жаман қыздар сияқты болады ғой. Жаман қыздар? Сондайға кішкене келем, сондай болып ойнаған кезде сондай да ойнай аламын да. Жаман жолға түскен ба? Жоқ, жаман қыз сияқты. Иә. Бәрін қыратын, ар жақтан пистолет шығарады, ар жақтан пышақ шығарады. Сондай ма? Күшті. Бұзық қызды. Бұзық қызды? Неге? Өйткені бұзықпын. Хрен болып ойнаған келе ма?
иә мен ұрысқақ қыздың рөлін ойнағым келеді. Неге? Білмеймін, сондайға жақсымын. Ұрысқақсың ба? Иә. Өмірде де? Иә. Күлкілі? Қандай мысалы образ? Әйтеуір иә? Достық деген не? Достық деген екі адам, мысалы сен барлық құпияңды, сырыңды айта алатын, нағыз адал дос болатын дос деп айтады. Қазір сенің досың бар ма? Ең жақын. Қанша уақыт болды сендердің дос болып жүргендеріне? Бастауыштан бері, яғни мектепке келгелі бері. Қазір саған бірнеше суреттерді көрсететін боламын. Сен сол эмоцияларды қайталап жібересің. Түсінікті ғой, дайынсың ба? Олай болса, саған бірінші картинка. Қандай эмоция деп ойлайсың? Ренжіп тұрған. Бізге көрсете ғой. Камераға қарап. Мама ұрысқан кезде ренжисің ба? Иә. Қандай боласың? Жылайсың, иә? Онда неге күліп тұрсың? Ренжіп көрсет камераға. Жарайды, келесі картинка. Бізде қандай? Ашулану. Дауыс шығармай қойсаң болады. Жоқ, сен аузыңды аша салдың ба? Жандан тысайшы. Болады. Назарбаев. Неге екі картинканы? Мынау ше? Кәдімгі бізге көрсете ғой. Қорқу. Қорқасың. Таңғал емес. Таңғалуға ұқсайды, бірақ қорқып тұрасың. Мынау? Және де соңғы картинкамыз біздің ашулануның екінші версиясы. Құрметті көрермендер, қалай ойлайсыңдар? Ұқсай ма? Кәдеге көрсет. Ұқсаған болса, астына комментарий қалдырып, лайк басып кет. Кеттік бірінші эмоциямыз. Камераға қарап көрсетесің. Ашулану, иә? Ашулану, иә. Келесі эмоция қандай? Сабырлық. Сабыр. Кән? Ау, сен көрсеттің ба уже? Сабырлық еткен, қызық екен. Мынау ше? Таңғалу. Бұл таңғалу емес, бұл қорқу. Қайтып қорқасың? Мынау ше? Қуану, иә? Сен осылай қуанасың, жарайды мейлі. Енді таңғалу. Тағы да ашулану.
Күлме, образдан шығып кетпе. И соңғы эмоция. мұңаю. Сен осылай мұңайасың ба? Осылай мұңаясың. Точно мұңайдың ба сен қазір? Кәні тағы да көрсетші. Неге жымиып жатсың? Сондай сияқты ғой. Олай болса, кеттік бастаймыз. Бірінші эмоция. Бұл қандай эмоция, Анель? Мұңайып тұр. Мұңайып тұр, иә? Иә. Сен қазір мұңайып тұрсың ба? Мынау аузым кішкентай болса сондай болып тұрмын да. Ойым мұңаймайынша, сонша. Хорошо, келесі эмоция бізде. Құдай-ай. Бұл қандай эмоция? Жыны шығып тұр. Камераға қарап көрсетеміз. Бұл суретте адамның жыны шығып тұр да. Иә, жоқ, сен оны түсіндірме, сен просто оны көрсетесің. Иә, тура осылай. Сенің жының шығып тұрғанын мен көрмей тұрмын. Ашылан. Жай ғана ауыз ашпай, кәдімгідей ашылансаң. Ашыланы ма? Иә. Кішкене ұялып тұрмын. Білем. Кішкене емес, кәдімгідей ұялып тұрсың. Бірақ Анель осыны жеңу керек қазір. Актриса болғың келе ма? Иә. Онда көрсет. Қаншалықты актриса болғың келеді? Сен стерва ролін күшті ойнайым дедің, иә? Иә. Кәнеки олар ашыланады. Еще как ашыланады. Қалай көрсетесің бұндай эмоцияны? Ертең. Бізде съемка болып отыр негізі ше? Именно қазір ма? Анель? Мен қазір ашыландым, иә? Енді сен ашылан. Жарайды, келесі эмоция. Таң қалу. Иә, бұл таң қалып тұр. Болады. Так, бұл да ашылану. Қорқу. Пәнке? И қуаныш. Бір, екі, үш кеттік. Камераға қарап. Камераға қарап. Бұл не істеп тұр? Мұңайып тұр, ренжіп тұр. Дұрыс. Сөйтіп сұрағым күштеген. Бұл не істеп? Бұл не істеп тұр? Айқайлап тұр. Қалай? О, молодец. Бір, екі, үш. Бұл? Таң қалып тұр. Қане? Деп, я? Тағы да ашыланып тұр, я? Ашыланып тұр. Басқаша бірақ, я? Иә. Кән? О, молодец. Қиын ше картинкаларды шығару. Деп. Хопа. Ол қуанышпен қарап тұр. Бұл жерде окей деп, істеймін деп, или демалдырып жатыр. Окей, істеймін деп па? Мақыл. Істеймін ғой. Бұл? Таң қалып тұр. Или Қорқып тұр. иә, қорқып таң қалып тұр. Не болады бұл? Кәнеке қорыққанын көрсетші. Қатты. Осылай. Андай ужастик көріп жатқан кезде түрің қандай болады сен? Сен қорықпайсың сен деп қаласың, иә? Қандай эмоция? Қорқынышты. Көрсетейін ба? Тура соны қайталасай.
Оқылдыңыз ба? Бүйтіп тұр ғой. Деп қорқып тұр ғой. Жарайды, жақсы. Давай осыны қайталап жіберші просто. Ренжиге емес. Апаға ұқсап тұрсын. Жарайды, келіңіз. Андай, мына жерін бүйтіп. Қабағын түйіп тамын, жынданып ша. Көп бүтімді алып қойды. Енді Жансері ашылуына алып кетсексің, иә? Өмірде. Қайталасаң, сен жындандың. Жоқ, айқайланған жоқ, мен қарасам. Көрсетсің. Сен ешкім қорқпайды ба, ашылансың? Бала өзіне сенбейді, келесі. Психолог болып қалып тұрыш. Оңай болады сияқты. Сен қазір қобалжып тұрсың да? Енді сен жоқ, тур сен осыны істеп көрдің да өзіңе. Көмегім бар. Бетсем мен? Жоқ. Тағы бір есе. Тағы бір. Қалай? Жоқ, қалай орнына келдің да өз өзіңе? Ауа жетпей. Енді келесіде қобалжың, сондай нәрсе істеп жүрді. Өте. Сен... Не болды? Неге күлдің? Сен қуанғанда қалай күлесің? Мақұл, қыздар былай күледі. Ал сен ер адамда қайтар дейді. Yes! Wow, that's this. Yes. Тағы да ашыланасың. Мысалы, ондай кезде былай елестет та, ашылған кезде сенің бір ең сүйікті затыңды інің бір сындырып қойып сол кезде «Ай! Неғып сындырасың?» деген сияқты жындану. Қалай екен? Мен көре алмаймын. Көрсетші. Кім көрді Жансері? Көрсетші. Ал не істеп тұр? Таңғал. Ал сен қалай таңғаласың? Още деп айтудың қажеті жоқ па? Апай сияқты. Кән қалай таңғаласың? Мәссаған. Қатты таңғалған кезде ше? Қатты таңғалған кезде ше? Мәссаған. Өз-өзіме өзім сенбей тұрмын. Бізде сенбейді. Жоқ, Жансері, мысалы, сенің көз алдында біреуді машина қағып кетті. Ол таңғалу емес па, қорқады? Енді, мақыл, енді қатты таңғалған кезде не болды? Жоқ, адам машинаны қатты десе таңғалған өті. Мен таңғалатын едім. Ойбай деп. Жарайды. Сен қатты таңғалшы, просто көрсетші. Мынандай да? Қалай сонда деген сияқты. Мысалы, сен 100 миллион теңге ұтып алдың. Сен бейсің, таңғалып тұрсың. Мәссаған. Бірінші эмоциямыз біздің? Қандай эмоция? Эмоцияны айтасың. Иә? Таңғал емес, қорқу. Камера қарап көрсетесің. Дәл солай көрсетім керек. Жоқ, суреттен қайталанбайды да. Түсінікті. Келесі эмоция бізде қандай? Ренжу, иә? Жарайды. Считается. Қуаныш.
кандай эмоциялар бар? Ашулануу. Мимикамен көрсетсем болады, дауыс шығарғым келмесе. Түріңді жарайды, ол дағы болмаса ашуланшы бізге қарап камера тұрады. Солай ашуланасың ба? Сен жанағы айттың, иә? Ұрысқақ қызды ойнағың келеді деп. Енді ұрысқақ болса? Бір сөзді айтып оған кіріп ойнау керек та, былай бір түрлі. Жарайды, импровизация қоза берсең де болады. Бізде сіздің эмоцияңыз көрініп өтті, мысалы, ашуланған түріңіз. Иә. Актерлік шеберлікте ең маңызды нәрсе ол эмоция. Келесі оңайлаулар. Қуанып тұрған сияқтысың. Жарайды, келесі. Соңғы. Қандай эмоция бұл? Таңғалу. Иә, таңғалу. Білесен көрдің? Таңғалу. Түсінікті? Бірінші эмоция? Бәрі керемет. Күшті, сабырлық, тыныштық. Көрсет. Жақсы, келесі эмоция бізде? Шошу, Әнеке? таңғалу. Енді көрсет. Ондай жағдай болған ба сенде? Жоқ, Осындай эмоция. таңғалмаймын мен ешнәрсеге. Ешқашан? Ондай болып таңғалмаған. Аға? Ешқашан таңғалмайсың. Прикольно. Жарайды, келесі эмоция бізде ол жағынан таңғалу керек болып тұрса қазір. Ойлану, таңғалу. Жапа. Бір нәрсе көріп қалдым мына жақта. Жарайды. Келесі эмоция, Мадина. Бұл не? Ренжу, Реніш, иә? реніш, жылау. Сенің сүйікті затыңды тартып алып подругам. Сенен сұрап, соны жоғалтып алды. Не істейсің? Қандай сезімде боласың? Қатты ренжимін. Ренжісің, жақсы. Келесі эмоция бізде қуаныш. Қуаныш, бір нәрсеге таңғалып қуану. Бақытты, иә? Мхм. Күйеуі машина алып берген шығар, иә? Кәнеке? Мәссаған. Көрсетсең бе? Күштісін-ай. Күштісін-ай. Мен киноға түсем, мен алды, мен кастингтен өттім. Бергенді қалай? Мәссаған, қандай күшті. Жарайды. Ашулану. Естіп көрсетем. Ешқашан ашуланбағансың ба өмірде? Ашуланғам. Бандитканың рөлін ойнаған кезде қалай ашуланасың? Бұзық қыз болған кезде. Серьезно. Серьезно боласың ба? Ой? Мысалы, қандай жағдайда сен ашуланасың? Өмірде? Маған ұрыс берді саған. Бірақ сен кінәлемес едің.
Мен емес қой дер. Мен емес қой ол. Қаттырақ. Мен емес қой. Бірақ күлмесе енді. Давай. Мен емес қой. Мынау сияқты айқайшы. Дауыс шығармайды соны. Деп па? Жарайды. Былай ашылады. Түсінікті? Қуанышты. Қуаныш, тез-тез. Өзіне сенімді. Сабырлы. Бір нәрсені, сабырлы. Керемет сезімде болып тұр. Тура жаңағыдай біз не істедік? Көрсетсейін, иә. Өмірге деген махаббат. Махаббат, құштарлық. Просто осыны қайталаңыз. Келесі. Бұл эмоция? Ашулы. Ашулы. Кеттік, көрсеміз. Просто осыны қайталаңыз. Камераға қарап. Келесі. Болады жоқ па аудиостан? Сонымен қызғаныз? Давай обратно. На потом оставим картинканы. Қуанышты. Қуаныш көрсетеміз. Қуаныш. Күшті. iPhone 13. Күшті. Коробкасы. Сондай сияқты болып тұр ғой, мына қуанышқа қарасаң. Или не тот цвет болып қалды. Сен көк тармадың, саған қарасынан келдің. Жоқ. Кәнке қуаныш? Вау, күшті. Мен осын қалап едім. Жаңағыдай өте қуанып. Жігіт алып келді, бірақ өзіне ұнамайтын жігітті. Келесі эмоция. Ренжулі. Болмаса? Қуанған, бана сүйікті актеріңді көрдім. Сонда қалай қуанасың? Сонда iPhone 13-ке қуанбай ма? Адам деген? Кез келген адам қуанады ғой. Ой, қойшы. Ренжулі. Жылап тұр. Сол iPhone-ды қайттан алып кетті. Магазинге. Жылы. Ренжіп қалдым. Келесі эмоция бізде таңғалу. Вау, күшті. Пак Чиёнды көрдім сен. Қара Пак Чиён тұрана көрдім. Пак Чиён анау. Сол ма? Вау, өмірде әден емес екен десің. Міне, шок, иә? Шок. Вау. Сен Пак Чиён емес екен. Пак Чиён емес екен, нер қалым екен. Шок болса болса. Йоо. Болмай айта бер. Ашулы. Қатты ашулы, иә? Иә. Даже бүйтіп тұр, иә? Жоғын ашулы. Нер тамырлары ұшып кетіп. Сен телефон әдеп сындырып алдың. Келесі. Әнесі телефон сындырып қойды. Иә. Бірінші. Мынау қандай нәрсе? Не істеп тұр? Мынаны көрсетпеші дәл осы. Тынышталып тұр. Түріңмен мынаны көрсетпеші. Тамаша. Одан кейін. Ренжіп.
Таңғалып. Тамаша. Қорқып. Тамаша. Ашыланып. Қалай? Тамаша. Болды. Осыны бізге қайталатайыншы. Тамаша. Бұл не істеп тұр? тынышталып тұр, Оспан? Иә. Таңғалып тұр. Тамаша. Ол айару Жымиып тұр. Айару ренжіп тұр. Таңғалып тұр. Ашуланып тұр. Ақайлап тұр. Қалай? Алғашқы эмоция. Ол не істеп тұр? Ол не істеп тұр? Таңғалып тұр. Таңғалып тұр. Ол не істеп тұр? Мұңайып. Мұңайып тұр ма? Мұңайып тұрған жоқ ол? Ренжіп тұр. Қалай ренжіп тұр? Тамаша. Не істеп тұр? Бірдеңеге таңғалып тұр. Бәрі таңғала береді екен сен де. Не істеп тұр? Один дома болып тұр. Не істеп тұр? Қорқып. Қалай? Көрсетші. Не істеп тұр? Үстіп тұр міне. Иә. Бұл не істеп тұрсың да? Барлығы менде жақсы деп тұр. Шаршадым. Мен демалдырып тұрмын. Ол не істеп тұр? Ашуланып. Қалай? Ақайлап. Рахмет. Алғашқы біздің эмоция. Ашуланып тұр. Ашуланып тұрған, иә? Қалай? Қалай? Тамаша. Ал келесі бізде зор болып қойған екен де, ажатылмай. Айқайлап тұрған. Айғайлап тұрған эмоция ма? Қалай көрсетші? Камераға. Окей. Бұл қандай эмоция? Окей деп тұр. Окей? Е? Жоқ, қарасай сен жақсылап. Қабетіні. Көрсетші, дәл осыны қайталап тұршы. Бұл қандай эмоция? Қандай? Сабырлы, тынышталып тұр, өз-өзін тыныштандырып тұр. Наушы? Біртекесін сындырмағандай болып тұр ғой. Қан көрсетсе енді. Мынаны істейін. Мынаны істеп тұр. Көз шығып кеткен. Көрсетші, мына эмоция. Жылап тұрған. Өкпелеп. Қалай? Көрсетші. Және соңғы эмоция. Қуанып тұрған қыздың. Осыны көрсет. Тамаша. Қандай жағдай болу керек?
сен онымен қарым қатынасты тоқтатады. Көре алмаушылық, ауыр сөз, сол сияқтылар. Ондай жағдай болуы мүмкін ба? Жоқ. Ал бізде келесі тапсырмамыз, иә? Олай болса, сізге оқып беріңіз бізге. Ана, сен бақыттысың, жыламағың, жай түсіп жатқанда құламадың. Теңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламаған. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын, өлмеймін, мен өзіңдей асылданмын. Таусылып өз-өзіңнен шашылмаған, байырғы берекетіңді қашырмағың. Енді осыны жылап айтшы. Ана, сен бақыттысың, жыламағың, жай түсіп жатқанда құламадың. Теңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағың. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын, өлмеймін, мен өзіңдей асылданмын. Таусылып өз-өзіңнен шашылмағың, байырғы берекетіңді қашырмағың. Ана, сен бақыттысың, жыламағың, жай түсіп жатқанда құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағың. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын, өлмеймін, мен өзіңдей асылданмын. Таусылып өз-өзіңнен шашылмағың, байырғы берекеңді қашырмағың. Енді бұл өлеңді сен басқаша эмоциямен оқисың. Жылап айтасың. Ана, сен бақыттысың, жыламағың. Жылап айтасың. Актриса болуды оңай. Әрине. Оңай деп кім айтқан? Актриса болу өте қиын нәрсе. Ана, сен бақыттысың, жыламағың. Жай түсіп жатқанда құламадың. Тәңіріңнен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағың. Ашуланып айт енді. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын, өлмеймін, мен өзіңдей асылданмын. Енді қуанып айт. Таусылып өз-өзіңнен шашылмаған, байырғы берекеңді қашырмағың. Мен қармасын айтсам болады ма? Вот. Жаз түйдары жайнаған, көзіңнен өр таймаған, жайнаушы еді өзіңмен, гүлге толы айналам, бар тілегім жүрегім, сен деп қана ойлағам, алтын арай таңымда, бақыттымсың айналам. Ана, сен бақыттысың, жыламағың, жай түсіп жатқанда құламадың. Тәңірінен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағың. Бармын ғой, тұрмын ғой, қасындамын, өлмеймін, мен өзіндей асылданмын. Таусылып өзінен шашылмағың, байырғы бергінді қашырмағың. Онша оқимай, негізі болады? Негізі бола ма? Иә. Даусыма тимейді ғой. Неге? Білмеймін. Сен өзің даусыңды осылай жасап жатсың ғой. Неге олай оқыдың? Біреу сені қиналып жатқан. Қиналып оқыдың. Неге? Жарайды. Енді бұл өлең жұмақты ал. Өлең жұмағын ал. Енді бақытты болып оқышы маған. Бақытты болып? Мынандай эмоциямен оқып берші. Ана, сен бақыттысың ғой, жыламағың, жай түсіп жатқанда құламадың. Тәңірінен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағың. Бармын ғой, тұрмын ғой, қасындамын, өлмеймін, мен өзіндей асылданмын. Таусылып өзінен
ашылмағын, байғырға бергенді қашырмағын. Өр елім маңдайынан жарық көрдім, бабалар өнегесін алып келдім. Ескерткіш елім үшін орнатпасам, мына жалған өмірге неге келдім? Рухынан жақсылардың нұр саулаған, жанымның мейірімі құр саулаған, жайсаң өлке жайдары Қазақстан, шуақ шашқан сәулесі күн сумаған. Не деген патриот ойлы. Ал Амина, енді бұны сен қорқып айтшы. Өр елім маңдайынан жарық көрдім, бабалар өнегесін алып келдім. Күлме. Ескерткіш елім үшін орнатпасам, мына жалған өмірге Енді жыла. Рухынан жақсылардың нұр саулаған, жанымның мейірімі құр саулаған, жанымның мейірімі құр саулаған. Енді ашулан. Жайсаң өлке жайдары Қазақстан, шуақ шашқан сәулесі күн сумаған. Ана, сен бақыттысың, жыламағың, жай түсіп жатқанда да құламадың, тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағың, бармын ғой, тұрмын ғой, қасыңдамын, өлмеймін мен өзіңде асылданмын, таусылып өз-өзіңнен шашылмағың, байырғы берекеңді қашырмағың. Енді осыны ашулан, бір оқып бере салсын көрейік. Ана, сен бақыттысың, жыламағың, жай түсіп жатқанда да құламадың, тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан сондықтан да жыламағың, бармын ғой, тұрмын ғой, қасыңдамын. Жоқ, жылау, бармын ғой, тұрмын ғой, қасымдамын. Күліп болса, бармын ғой, тұрмын ғой, қасымдамын. Дауыспен. Сондықтан да жыламағың. Күліп болса. Бармын ғой, тұрмын ғой, қасыңдамын, өлмеймін мен өзіңде асылданмын, таусылып өз-өзіңнен шашылмағың, байырғы берекеңді қашырмағың. Абай Құнанбаев көңілі қайтты. Көңілім қайтты, достан да, дұшпаннан да, алдамаған кім қалды тірі жанды. Алыс жақын қазақтың бәрін көрдім, жалғыз жан болмаса анда-санда. Пайда үшін біреу жолдас бүгін таңда, ол тұрмас бастан жыға қисайғанда, мұнан менің қай жерім аяулы деп, бірге қалады кім майданды. Ендігі жұрттың сөзі ұрлық қары, саналы жан көрмедім сөзді барлық. Осы күнде, осы елде дінім жоқ, мейірқан мәз болып қуанарлық. Нұрила, жақсы, тамаша. Енді бұл өлеңді сен басқаша эмоциямен айтасың, басқа эмоциямен айтып бересің бізге. Бір екі строчкадан кейін ауыстыра бересің. Саған команда береміз. Команда берген кезде сен эмоцияны ауыстырасың. Күлу, жылау, қорқыныш деген сияқты. Сол кезде сен оқып атып, өзгертіп жіберуің керек, та? Сұқты ғой, Бастай бер, қуанып. Көңілім қайтты, достан да, дұшпаннан да, алдамаған кім қалды тірі жанды. Алыс жақын қазақтың бәрін көрдім, жалғыз жарым болмаса анда-санда. Енді жылап? Пайда үшін біреу жолдас бүгін таңда, ол тұрмас бастан жыға қисайғанда. Мұнан менің қай жерім аяулы деп, бірге тұрып қалады кім майданды. Енді қорқып. Ендігі жұрттың сөз ұрлық қарлық, саналы жан көрмедім сөзді қарлық. Қорқып. Сөзді қарлық. Жарайды, ашулан. Бастан бастасаң да болады. Ашуланып бастасаң болады. Көңілім қайтты, достан да, дұшпаннан да, алдамаған кім қалды тірі жанда. Алыс жақын қазақтың бәрін көрдім, жалғыз жан болмаса анда-санда. Пайда үшін біреу жолдас бүгін таңда, ол тұрмас бастан жыға қисайғанда. Мұнан мен қай жерім аяулы деп, бірге тұрып қалады кім майданда. Мұқағали Мақатаевтың «Шыда» деген. Шыдай түс, шыда тағы. Шыдамдыны мына өмір ұнатады, үміттің қылаң иек құлатаңы. Әйтеуір, бір атады. Өкінбе, өкпелеме бүгінгіне, өмір болмайды түңілуге. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге,
қайта тұрып қақың бар жүгіруге. Түсінемін жаныңның ауырғанын. Шыдадың ғой, шыдай тұстамбылдағың. Иготтардың тәсілін қабылдағың, басқасына бас ұрып табынбағың. Шыда, шыдай түс, тағы шыда. Тау құлатқан тасқынның ағысына, кір жуытпай кіршіксіз намысыңа, қарысуға болады алысуға. Енді Мадина, қазір сен осы өлеңді басқаша эмоциямен айтатын боласың. Мен саған команда берем, сен команда берген сайын эмоцияны ауыстырасың. Дайынсың ба? Басынан бірінші жылап айтасың. Шыдай түс, шыда тағы. Прям еңіреп жылашы. Шыдай түс, шыда тағы. Шыдамдыны мына өмір ұнатады. Үміттің құлаң иек құлатаңы. Әйтеуір бір атады. Өкінбе, өкпелеме бүгінгіне. Қуанышты ары қарай жалғастыра бер, тоқтама. Жылап ба? Жоқ, қуан. Шыдай түс, шыда тағы. Шыдай түс, шыда тағы. Шыдамдыны мына өмір ұнатады. Үміттің құлаң иек құлатаңы. Әйтеуір бір атады. Өкінбе, өкпелеме бүгінгіне. Өмір. Шыдай түс, шыда тағы. Қорқып. Шыдамдыны мына өмір ұнатады. Шыдай түс, шыда тағы. Шыдамдыны мына өмір ұнатады. Үміттің Шыдай түс, шыда тағы. Шыдамдыны мына өмір ұнатады. Үміттің құлаң иек құлатаңы. Әйтеуір бір атады. Өкінбе, өкпелеме бүгінгіне. Өмір болмайды түңілуге. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге. Қайта тұрып қақың бар жүгіруге. Мұқағалидың ана. Давай осы өлеңді. Ана. Тоқта. Адиша, асықпаймыз, ты че? Команда берген жоқ саған. Қазір команда береміз. Команда айтқан сайын сен эмоцияны ауыстырасың. Түсінікті ма? Басында сен қорқып бастайсың. Қорқып айтасың. Как раз өзің қорқып тұрсың, иә? Давай. Ана, сен бақыттысың, жыламағын, жай түсіп жатқанда құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағанын, сондықтан жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасындамын, өлмеймін мен өзіндей асылданмын. Таусылып өз-өзінен шашылмағын, байырғы берекенді қашырмағын. Енірек, жыла. Күлеу. Қойшы, тоқта. Ана, сен бақыттысың, жыламағын, жай түсіп жатқанда құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағанын. Сондықтан жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасындамын. Өлмеймін мен өзіндей асылданмын. Таусылып өз-өзіңнен шашылмағын, байырғы берекенді қашырмағын. Енді... Сол сөйлеп жатыр, Қазбек бар. Бүйтіп істерші. Ана, сен бақыттысың, жыламағын, жай түсіп жатқанда құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағанын, сондықтан жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасындамын. Өлмеймін мен өзіндей асылданмын. Таусылып өз-өзіңнен шашылмағын, байырғы берекенді қашырмағын. Ана, сен бақыттысың, жыламаған, жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұраған, сондықтан да жыламаған. Бармын ғой, тіремін ғой, қасындамын. Өлмейін мен сізді Мен өзіңдей асылданмын. Таусылып өз-өзінде шашылмаған, байырғы беркен қашырмаған. Тәуелсіздік. Иә, соны оқып берші.
Тәуелсіздік сенсің сыйым ең қымбат, баға жетпес басымызға бердім бақ. Емін-еменденіп келемін мен бақытты, бала шақтан болашаққа қол бұлғап. Мен Қазақстан тәуелсіздік өлкені, мен жаңа дәуір, жаңа күн, жаңа дәуір желкені. Мен кешегі арыстардың арманы, жаңа өмір, еркін өмір ертені. Қиямет даналардың айтқаны келер болды. Қияметтің қияпаты төнер болды. Ақымақтар айқаймен жеңер болды. Бұл не деген заман болды, достар. Халайықтан мейіріме рахым кетті. Момынға тіл тентек те зақым етті. Тал түсте талпайда ақыл кетті. Бұл не деген заман болды, достар. Үлкен кіші адамнан әдеп кетті. Момын қыз бозбала жастарда әдеп кетті. Мінез құлықты бұзатын әлек жетті. Бұл не деген заман болды, достар. Мұсылманды мұсылман түтіп жейді, бір-бірін ұқпайды, түсінбейді. Анамның тілі, ай күнім менің, анамның тілі, ай күнім менің, сүйемін байтақ, елімді туған, сүйемін мәңгі, өмірді думан, сүйемін мәңгі, өмірді думан. Өмірге келдім, Анамды көрдім, деді ол жаным, арайлы таңым, самал боп жетіп, шынымен ертіп. қандай? Білмеймін, мен де қандай болған. Мен де білмей қалдым. Шыны керек, не қыламын, мойындау керек. Рахмет. Сен олардан не сұрайтын едің? Еш нәрсе. Менің барлық арманымды орындап беріп жатыр. Қазір жаңалық бастап айтады, соны қайталану керек. Ол естідің ба? Жаңа әнін айтып жатқан. Естімедің ба? Ой, сен емес пе көрген? Я думала, это они слышали. Кім еді ол? Естіген жоқсың ба? Жарайды. Айтам, қайталайсың. Дәйіз ба? Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр. Хакім. Жоқ, хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр. Хакім Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр. Хат ашып отыр. хат ашып шатасып отыр. Жарайды, келесі. Доп-теп, дөп-теп. Доп-теп. Доп-теп, дөп-теп. Доп-теп. Сүрінген сүрінген бе, сүрінген сүрінген бе? 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 Сүрінген бе? Сен бір нәрсені қайталап жібердің ғой, екі рет. Сүрінген сүрінген бе? Сүрінген сүрінген бе? Сүрінген бе? Сүрінген бе? Жарайды. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ойбай. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Давай, соңғы рет. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпақ. Өзім жатыс кетті ғой. Көк қақпаққа ақ қақпақ. Көк қақпаққа ақ қақпақ, ақ қақпаққа көк қақпақ. Паққақа. Жарайды. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр. Хакім хат ашып отыр. Хакім хат ашып отыр. Хат ашып шатасып отыр. Енді тез айт. Хакім хат ашып отыр. Хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр. Хат ашып шатасып отыр. Доп-теп, дөп-теп. Доп-теп. Сүрінген сүрінген бе? Сүрінген сүрінген бе? Сүрінген
Сүрінген сүрінген бе, сүрінген сұр еңген бе? Інген бе? Інген. Енді тез айт. Сүрінген сүрінген бе, сүрінген сұр еңген бе? Жарайды. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Енді тез айт. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Жарайды. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Енді тез айт. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Доп теп, дөп теп. Доп теп те, доп теп те, доп теп. Доп теп те емес. Доп теп, дөп теп. Доп теп, доп теп. Доп теп, дөп теп. Доп теп, доп теп. Төп емес, доп теп, төп теп. Доп теп. Тоқта, мен не дедім өзім? Доп теп, дөп теп. Доп теп, дөп теп, доп теп, дөп. Жарайды. Енді қара, анел. Мұқият бол. Сұр інген, сүрінген бе? Сүрінген, сұр інген бе? Сүрінген, сүрінген бе? Сүрінген. Жоқ. Сұр інген. Сүрінген бе? Сүрінген, сұр інген бе? Сүрінген, сүрінген бе? Сүрінген. Сүрінген емес. Сұр інген. Сүрінген. Сұр. Сұр інген, сүрінген бе? Сүрінген бе? Аха. Сүрінген, сұр інген бе? Сүрінген бе? Сүрінген бе? Келесі. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Көк қақпаққа ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ой. Қақпақ емес, қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Доп теп, дөп теп. Доп теп, дөп теп. Молодец. Хакім хат ашып отыр. Хакім хат ашып отыр. Хат ашып шатасып отыр. Хат ашып шатасып отыр. Енді бірге. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Енді тез. Хакім хат ашып отыр, Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Сұр інген, сүрінген бе? Сүрінген, сұр інген бе? Сүрінген. Сұр інген, сүрінген бе? Сұр інген, сүрінген бе? Сүрінген? Сүрінген. Сұр інген бе? Сұр інген. Енді тез айт. Бөлек айтпаса. Неге? Ол слишком қиын болады ғой оларға. Сүрінген бе? Сүрінген бе? Видишь? Осының өзі. Сұр інген, сүрінген ба? Ба емес бе. Бе? Сүрінген ба? Сүрінген деген адам жайлы айтып жатыр. Кән? Келесі. Айтып көрсін да? Сұр інген, сүрінген бе? Сүрінген? Сүрінген бе? Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпақ, ақ қақпақ, көк қақпақ, ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ. Көк қақпаққа Көк қақпаққа ақ қақпақ. ақ қақпақ. Енді тез айт. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақпақ емес, қақпақ. Давай, тез. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Жарайды, келесі. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім. Хакім хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр.
Хаким хаташып отыр, хаташып тұрып, хаким шатасып отыр. Жануарларды дамытып жібергенсің. Доп деп, дөп деп. Доп деп, дөп деп. Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген бе? Сүрінген, сүрінген бе, Сүрінген, сүрінген бе? Сүрінген, сүрінген бе? сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген бе. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа, көк қақпақ, көк қақпаққа, ақ қақпақ. Жақсы. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хакім Хаташып отыр, хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. хаташып шатасып. Енді тез айт. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып. Енді тез. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып. Шатаспаймыз. Доп деп, дөп деп. Доп теп, доп теп. Доп деп, дөп деп. Доп теп, доп теп. Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген бе? Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген. Жоқ. Сүрінген, сүрінген бе, Сұр үнген, сүрінген бе? Сүрінген, сұр үнген бе? Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген бе. 사랑해요. Жарайды, соңғы жануып баш. Бізде ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ. Қақпақ емес, қақпақ. Қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпақ. Қақпаққа көк қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Көк. Ақ қақпаққа көк қақпақ. Давай, соңғы рет. Әдемі қалайды. Қақпаққа көк қақпақ, қақпақ, көк қақпаққа қақпақ. Доп теп, дөп теп. Доп теп, дөп теп. Тез. Доп теп, дөп теп. Тез. Доп теп, дөп теп. Доп теп, дөп теп. Доп теп, дөп теп. Доп теп, дөп теп. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хаким хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хаким хаташып отыр, шатасып. Шатаспаймыз. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хаким хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Хаким хаташып отыр, шатасып. Шатасып отыр, е? Ақ қақпаққа көк қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ. Тоқта, бұл әлі жалғасы бар. Тыраш. Ақ қақпаққа көк қақпақ, ал көк қақпаққа ақ қақпақ. Көк қақпаққа ақ қақпақ, ақ қақпаққа көк қақпақ. Басынан бастап. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. 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 Крышка kan. Ақ қақпаққа қақпаққа көк қақпақ, қақпақ, көк қақпақ. Қақпаққа ақ қақпақ. Жарайды. Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген бе? Қайта Сұр үнген, сүрінген бе? Сүрінген, сүрінген бе? сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген бе? Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген бе? Ақ Ақ қақпаққа қақпаққа көк көк қақпақ. қақпақ. Көк Көк қақпаққа қақпаққа ақ қақпақ. қақпақ. Енді тез. Есін шықпай қалыш. Бөліп отқан. Ақ қақпаққа көк қақпаққа ақ көк қақпаққа қақпаққа. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ деп айтыңызшы. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Қақпақ емес, қақпақ. 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 Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Мектепте оқығансың ғой. Айта ғой.
ана тілінде бар как раз. Не дедіңіз? Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, Хат ашып шатасып. хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, ашып шатасып отыр. Ашып емес, хат ашып. Ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хат ашып отырып шатасып отыр. Ашып отырып, иә? Сонда дамып жібересің бе? Сүрінген сүрінген бе? Сүрінген сүрінген бе? Сүрінген сүрінген бе? Сүрінген сүрінген бе? Май. Сүрінген сүрінген бе? Сүрінген сүрінген бе? Сүрінген сүрінген бе? Сүрінген сүрінген бе? Мә, күшті да. Қатырдың деп ойлайсың ба? Не сияқты ғой андай? Қайталап жібереді ғой? Иә. Доп деп, дөп деп. Доп деп, доп деп. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім Хат ашып отыр, Хат хат ашып ашып шатасып отыр. хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Доп деп, дөп деп. Доп деп, дөп деп. Сүрінген сүрінген бе? Сүрінген сұр інген бе? Сүрінген сүрінбе, сүрінген сүрінбен, ой. Сұр інген сүрінген бе? Сүрінген сүрінген бе? Сүрінген Сұр інген бе? сүрінген бе? Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпақта ой. Ой. Ақ қақпақта көк қақпақ, көк қақпақта ақ қақпақ. Қандай өз? Тамаша, көркем. Ең соңғысы күлдіргі күлдірем деп білдіріп алды. Күлдіргі күлдірем деп білдіріп алды. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Доп деп, дөп деп. Доп деп, дөп деп. Сүрінген сүрінген бе? Сүрінген сұр інген бе? Сүрінген сүрінген бе? Сүрінген сүрінген. Ушын сүрленген бе? Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Көк қақпаққа ақ қақпақ, ақ қақпақ. Ақ қақпақ, қап бәлемай. Қап сайтан алғыр. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ не шығар? Бақ. Кім көреді? Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Көк қақпаққа ақ қақпақ, ақ қақпаққа көк қақпақ. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім қайталап жібересіз бе? Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хатасы. Мен онша не қылмайтын ем, жаңылтпас. Онша не қылмайтын бең? Менің қайталамайтын бең онша? Онша мынаны қайталай аласың ба? Доп деп, дөп деп. Доп деп, дөп деп. Сұр інген сүрінген бе? Сүрінген сұр інген бе? Сүрінген сүрінген бе? Сүрінген сүрінген ба? Не айтты? Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қалпаққа көк қалпақ, көк қалпаққа ақ қалпақ. Қақпақтың қалпаққа айналған құтты болсын ағайын. Дәл осындай көңіл күймен достар, падишах би ансамблі десін. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім бір қайтыңыз. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, қақасып шатасып отыр. Қақашып ша? Доп деп, дөп деп. Доп деп, дөп деп. Сүрінген сүрінген бе? Сүрінген сұр інген бе? Сүрінген сүрінген бе? Мен де ұмыт қалым ше. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Елестетші, сен Шымкент қаласының әкімі болып кеттің. Алғашқы сенің тірлігің қандай болды?
халыққа қол ұшын созу, ата-анама қол ұшын созу, әкім болсам. Барша халықтың қамын қамтамасыз ету. Соңғы тапсырма, Назым, қазір сен сезіну қабілетіңді көрсетесің бізге. Мына жерде бір затты алғандай сияқты боласың, ол қатты ауыр болады екен. Соны көрсетші. Мына жерге оны қоясың. Мақтан алады. Ауыр. Ауыр. Ауыр ма? Ойбай, оп-оңай қоя салдың ма? Жеп-жеңіл сияқты. Жаңағы сен теріс тұрап отырып, қолыңды кесіп алғанды. Ал өмірде ай деп қоя саласың ба? Жоқ. Соны көрсет. Кестім. Ой! Неужели қарамайсың? Қарады ма? Бірінші реакция қарайсың ғой, иә? Қолым ауырып жатыр. Ауырып жатыр ма? Қан ағып жатқан жоқ па? Ағып жатыр. Ағып жатыр ма? Не істейсің ағылғанмен? Аға берсін ба? Енді қалай істейсің? Арғар. Қолмен басым. Иә, оны түсіндірмейсің, оны көрсетесің. Күшті екен. Оны кесіп отырып. Мен талып қалам. Сен талып қарасаң, бұл Назым бар. Мен соны көрсетер едім. Талып қалатын. Жақсы. Назым. Сен былай отырдың да, сөйтіп аяғыңды бүйтіп қойған кезде, ол жерде шеге тұрған екен. Сол шеге сенің аяғына кіріп кетті. Шыңғырып жылайтын. Енді көрсет. Жоқ, қатты кіріп кетті, жоқ, просто ішінбейді. Енді аяқ қойып. Мүмкін қатты кірген шығар. Кім біледі? Так же будет интереснее. Аяғым шеге кіріп кетті, аяғыма деп тастап, сөйтіп аяғымның басып Мысалы, бірінші саған ситуация, сен қолыңды кесіп алдың. Бірдеңе істеп жатқан кезде қолыңды кесіп алдың. Қандай боласың? Оны не үшін сілкіп отырсың? Ауырмай ма? Қалай ауырады? Ауырғанды көрсетші маған. Ауырып тұр ма, әлде тақ деген ба? Точно? Бір нәрсе іздеп отқан сияқтысың саусағыңда. Ауырғанда есіне түсірші, қалай ауырады? Кесілген кезде қолың. Жарайды, мынандай тапсырма саған. Сен тамақ пісіріп жаттың. Сол кезде қазандағы ыстық суға қолыңды күйдіріп алдың. Сенде всегда бір не екен да? Реакция. Сен далада, қыста бір рубашкамен жүріп қатып қалдым. Біреу саған ішіне оқ тигізген. Онда Жоқ, ішіңе пышақ кірсам. Жарайды, пышақ. Оқ слишком ауыр еттім, иә? Өтеген қасыма біреу келеді, Иә. сөйлесіп атам. Иә, ужастикте сияқты, иә? Иә. Өтеген бар, ішіме пышақ. Қалайсың? Күлесің ба не ол кезде? Білмеймін. Ой, білмеймін. Бір, екі, үш қалды.
қалай жоқ образдан шықпа. 1, 2, 3 ал шешім шақыр. Именно эмоцияны көрсет. Қалай ауырады, иә? Аха. Соны қазір сезіне біл. Аузынан қан шығады, иә? Соның бәрін көрсет. Жақсы. Енді сен саған мына жерден алдым да и ыстық картошканы лақтырдым. Жоқ, сен оны лақтыруға болмайды. Ұстап қалу керексің. Ты что тамақ қой? Ол бала емес па, ысырап қой. Давай. Лақтырдым. Соншалықты айқайлайсың ба? Иә. Картошка лақтырады. Сен үстіңе мұздайсың, шашып бер. мұздайсың? Жаура. Мұздайны. Лақтырмасай. Шашпасай. Иә, шашпасай. Апайың бетіңе шапалақпен ұрады, сен соны сезінуің керек. Енді шынымен де ұрмаймын. Бірақ ұрғандай сияқты. Былай көрсет қазір саған. Сол кезде сені ұрғандай сияқты сезінесің. Ответ ұруға болмайды бірақ. Дайынсың ба? Так. Енді дайындалайын, иә? Так, 1, 2, 3. Мына бетіңді ұрды сен? Қай? Мақтан ұрды? Сен мына бетіңді ұстап аласың. Дұрыс қой, мына бетінен ұрдым. Сен ұрған бетіңді ұста, дейін? Қарап қалдың ғой? Сен соны айтасың ба? Мана бізге камераға сосын көрсет эмоцияны. Хорошо, келістік па? Кеттік тағы да бастан бастап. 1. Даже мен қолым алып кетті. Ер адам ғой, шапалақ жібереді баған. Сені аяғымнан біреу балтамен шапты. Жоқ, шапты емес. Шырешесін. Сен алаш шығарып атып, аяғыңа тегізіп алдың да. Балта аяғына тек пен сол кезде қандай сезім? Құлады. Давай, сенің аяғына шкаф қойдың. бір нәрсе құлады. Сағай. Келесі. Мен алдымда бір шелек мұздай су алдым. Аяғым-ай. Сен үстін құясың. Сол кезде қандай болады адам? Иә, бізге айтпақ көрсет. Үстіңе су құйып жіберді, мұздай су кетіп. Кеттік бірінші тапсырма саған. Кешегіден бастай берейік, иә, сол қол кесілген или қызық емес болып қала ма? Жоқ, просто жаурау, ыстықтау, көп бар. Сен фантазия жетіспей қалды осы кезде. Кешегін айта берейікші, сен пиязды турап саусағымды кесіп алдым. Жоқ, үйде? Үйде. Енді, может, үйде емес шығар. Тауда. Осы, иә, гаражда. Гаражда пияз Жоқ, үйде байқамай қолын кесіп алды, соны көрсетуің керек. Қайда екенім маңызды емес. Главное, осы ситуацияны көрсетесің. Кесілген кезде қандай боласың, сол сезімді бізге көрсетесің. Иә? Ауырады. Иә, соның бәрін бізге қазір жалпы айтқанда өзінде сезініп, оны Қанеке, кеттік. Мынандай да, сен басында істеп отырасың. Иә. Кесіп алдың, уже реакция, қарайсың, біреу істейді. Білмеймін қалай көрсететінін. Ай.
Түсінікті. Келесі ситуация саған, Нұрила, сен далада қалып кеттің. Қыс 5 сағат қыста сырт киімсіз. Дейма, елестетші. Аязда қалып кеттің, сені біреу тауып алды. Жаурасы, в общем. И сол кезде сен жаурап тұрған кезде ше, біреу келді да, сенің ата жауын келіп, саған бір шелек мұздай су тағы да үстінен құяды. Жақсы. Енді сен аяғына шеге кіріп кетті. Ойбай? Жоқ. Отырдың мысалы, мына жерде отырдың да. Бүйтіп қойған кезде сол жерде шеге тұрған екен. Енді оны алам. Алам да, сосын. Лақтырып тастайсың ба? Лақтырып. Или сумкаға салып қоясың ба? Кәнеке көрсетші? Реакцияны көрсетші? Жоқ. Оны түсіндірмейсің бізге? Маманы қарашы, бір түрлі ғой. Мама, аяғыма шеге кіріп кетті. Мам! Қарасын енді. Аяғым ауырып жатыр. Жақсы, жарайды. Мен Тамақ істеп жаттым. Тамақ істеп жаттым. Оливия. Жоқ, оны қайталама. Оны қайталама жетші. Мен оливия істеп жатырмын, иә? Сөйтіп ыстық картошканы пісірдім, иә? Соны ашайын десем ыстық екен да. Ал ыстық картошканы саған лақтыра салдым. Ай. Аха. Ай. Қолын киіп жатыр. Ай. Бағана айтқан сіз хотя бы Жаура, сен далада қалып кеттің. Мен далада қалып кеттім. Аяз. Жаура. Астанада жүрсің сен. Жел болып жатыр. Еще остановкада қалып кеттім. Кеңге сағат 10 болды. Автобус жоқ. Жаура бар. Озвучка. Күтіп тұрасың осылай? Түнгі сағат 12. Түнгі сағат 12. Сен үйге қайтқың келіп жатыр, шаршадың, жаурап тұрсың, бірақ автобус жоқ. Әттәсін рет автобус жоқ. Қашан келеді мынау, мен өлетін болдым қазір. Таксиге ақша жоқ бүгінге. Еще қарның ашып жатыр. Бүткіл әлемді жек көріп жатсың сен қазір. Еще күліп тұрсың беді. Неге күліп тұрсың? Бүткіл әлемді жек көріп жатсың, Мадина? Қарап қойсай автобус, кәні? Бар ма жоқ па өзің? Жарайды. Мама саған шай құйып берші маған деді да. Сол кезде сен құйып атқан кезде қолымды кетіп. Ай, қолым. Содан бастай бер. Бүйтіп отырдың да, сөйтіп келайды. Қолыңа құйып кетті да шай. Құйып отырмын. Или былай бүйтіп тряпочкамен алайын деп отқан кезде ол бүйтіп қалып тайып кетті да. Саған біреу звондап қалды, иә? Сен телефонға қарап қалдың да, сол кезде қолым. Дейді. Ай, не отқыпты, қолым. Ай, қолым кетті. Ай. Қолым кетті. Ай. Так, Хадиша.
үшеуі де бірдей айтады екен, иә, ай деген нәрсені ше. Дауысы да бірдей болып қалады сол сөзі. Көрсетші бізге. Қолыңды нәрсе турап отырдың да, кесіп алдың. Кесіп алдың. Кесіп алдың. Қолын кесіп ал. Кесіп алдың. Не болады? Жылайым, қанайды. Кәм, бірінші просто мына кесіп атсың ғой. Деген сияқты бір реакцияларды көрсет бізге. Давай, кесіп атсың. Қолын кесіп алдың, е? Ал енді ыстыққа күйіп қалдың. Ай, Тағы да суықта қалып кеттің. Күн суық жерде қалып кеттің. Тамаша. Ал аяғыңа шеге кетіп бара жатыр еді, жалаң аяқ. Аяғыңа шеге кіріп кетті. ай, Тамаша. Елестетейік, сен нан турап аттың деге. Нан турап жатып, қолыңды кесіп алдың. Сол кезде не болады? Ауырады? Жоқ, нан қан болады. Соны бізге көрсетпес. Сен нан турап жатсың, иә? Елестетейік. Турай бер. Турап жатсың. Қатты турап жатсың. Bir кезде саусағыңды кесіп алдың. Қалай болады? ауырады. Сол бізге эмоцияңды көрсетші сол. Ал, турап жатсың. Ай, Ай, бірінші кескен жоқсың әлі. Енді кесесің. Турап жатсың. Нан турап жатсың. Кесіп алдың. Картошка лақтырсай болмаса, сен өзің сабағында бар еді ғой. Так, мына жерде ыстық картошка тұр дейге. иә. Соны сен қолыңа берем. Қабылдап ал. Жарай ма? Қолың күйді ма? Иә. Қан қолың күйген? Күйіп қапты ғой, суықта қалып кеттің сен. Күн суық. Сол жерде жалғыз өзің күн суықта бір жеңіл киіммен қалып кеттің. Не болады? Жаураймыз. Қан жаураш. Жалаң аяқ келе жатыр едің, аяғыңа шеге кіргізіп алдың. Аяқ. Қандай болады? Ауырады. Ауыратын білеміз ғой енді, қалай ауырады? Келттің, аяғыңа шеге кіріп кетті. Басына балтамен ұрсаңыз, ой. Тамаша. Елестет, сен пышақпенен жалпы айтқанда бірдеме турап жатыр едің. Кенеттен қолыңды кесіп алдың. Иә? Сол кезді бізге көрсетіп бере аласың ба? Иә. Турап жатсың. Өлтір свежий салат істеп жатыр едің. Свежий салат істеп берші маған. Ай, қолым. Ай, қолың уже кесіп алдың ба? Иә. Уже? Соны тез кесетік. Ыстыққа күйіп қалдың. Қалай көрсетесің соны? Былай жасайықшы, мысалы мына жерде ыстық картошка тұр дейік. Соны мен саған ұсынамын, соны қабылдап ал, е? Давай. Ай, қолым. Ыстық қой, жаман неге бердіңіз? Ыстық па екен? Иә, жаман ыстық қой, қолым күйіп қалды. Қалай күйіп қалды сен? Жылы тигендей болды. Жоқ, қолым күйіп қалды. Күйіп қал. Қол күйіп қал. Не күйдіресің қолын? Оңбаған. Бір күн суықта осындай жеңіл киіммен қалып кеттің. Қатты жаурап қалдың. Соны көрсетіп берші. Ай, жаурап кетті. Мына күнде бір суық кетті ғой. Иә. Сен жалаң аяқ кетіп бара жатыр едің. Аяғыңа кенеттен осындай шеге кіріп кетті. Не болады? Білесің?
өлесің. Шеге кіргеннен өлесің. Шеге кірді өліп қаласың ба? Иә. Құрметті көрермендер, шеге баспаймыз. Ескерту. Шеге басқан адам өмірмен қош айтысады. Шеге өміріңнен айыруға бірден бір себепкер. Осы шегені сатып алыңыздар. Бірдемені кесіп жатыр едім. Қолым кетті. Ай. Алла сабыр берсін ағайын. Келесі бізде былай жасап көр. Ыстық бір суға күйіп қалдым. Соны көрсетіп. Бірдеңе не алатын, қолыңды ыстық суға тығып алың. Ай. Демейсің. Қатты суықта желең киіммен қалып кеттім. Жаурап жатсың. Ораны үйде отырмын. Аяғыңа шеге кіріп кетті, не істейсің? Ай, қалай. Егер көрсетсе аяғыңа шеге кірді, ал. Кетіп бара жатсың, жалаң аяғыңа шеге кіріп кетті. Кетіп бара жатырмын, сосын аяғыма шеге кетті. Ай деймін. Онда қазір сен камераға қарайсың и өз ата-анаңа, туысқандарына сәлеміңді жолдап, оларды қалай жақсы көретініңді айтшы. Менің әкешім Нұралиева Жаслан, анашым Төртбаева Эльмира, мен сіздерге сәлем жолдаймын. Және де менің ауылда отқан ата-әжеме де өздерінің тақымдарын қысып, мен үшін қуанып отыр. Сол үшін мен оларға сәлем жолдаймын. Мама, мен жақсы көремін. Сізге үлкен сәлем жолдаймын. Және апама, туысқандарыма. Назым туысқандарына сәлем. Құрметті менің отбасым, мен сіздерді өте жақсы көремін. Осы күнге дейін мені баққандарыңыз үшін рахмет. Екеуіңіз бақытты болыңыздар, дегім келеді. Өмірлеріңіз ұзақ болсын екеуіңізде. Жастарыңыз жүзге жете берсін дегім келеді. Мама, Таня, сіздерге ең басты денсаулық дейді ғой адамға ше. Сіздерге бар денсаулығымды сіздерге бергім келеді. Сіз екеуіңіз аман болсаңыздар, менің қуанышымсыздар ғой, мама, Таня. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Анашым, апа, ата, папа, барлықтарыңызға сәлем. Мен сіздерге қазір сәлем жолдаймын. Сәлем. Әкешім, анашым, жақсыздарыма қаласыздар. Яғыл, көрмеден 3 жылда шығам. Деген не болды? Әке шешем мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Осындай өмірге алып келгендеріңізге рахмет. Деген сияқты жүрек жарып келіңіз. Бір жерде қалып кеткенде сәттік. Кеттік. Әкешім, анашым, мен сіздерді қатты жақсы көремін. Мен сіздерді сыйлаймын. Осындай өмірге әкелгендеріңізге көп-көп рахмет. Мама, папа, осы уақытқа дейін өсіргендеріңізге, осы уақытқа дейін қолдағандарыңызға шын жүректен алғысымды білдіремін. Осы уақытқа дейін сіздерді ренжітсем, кешірім сұраймын. Тағы осы үміттеріңізді ақтаймын. Тағы ұбт-дан жақсы балл алуға енді сөз берем. Тырысам. Үміттеріңізді несемеймін, аяққа таптамаймын. Ол енді бәрі алда. Үлкен-үлкен биік шыңдарды бағындырам. Әумин. Өйде. Ата-анама өте қатты рахмет айтамын, осы күнге жеткеніңізге сау болыңыздар. Мама, папа, мен сіздерді жақсы көремін. Сіздерге бар алғысымды білдіремін. Сіздерді қатты жақсы көремін.
Құрметті ата-аналар, мен сіздерді қатты жақсы көремін. Ата-анам сіздерді өте қатты жақсы көремін. Сіздерге рахмет. Ана, әке, мені өмірге әкелгендеріңізге сіздерге мың алғыс. Мен сіздердің ойлағандарыңыздай тәрбиелі болып шығамын. Ата-ана, мен сіздерді жақсы көремін. Сіздерге рахмет, мың алғыс. Құрметті достар, егер де сіз де өз балаңызды дәл осылай біздің бағдарламада көргіңіз келсе, төменде тұрған нөмірге жазылып, біздің Жұлдыздар Академиямызға келіп, өз бағыңызды сынап көрсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған мен Динара Нұрбабаева және де жастар бағдарламасы. Келесі көріскенше аман, сау болыңыздар.